Юндай инабат, мінезі байыпты, кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, жайғама қайықты, әр әйел бақытты болуға. Адюша қызым, біз бүгін әдемі бір кілемше жасап көрейік, кимсе. Соны кілемшені білесіз бе неден жасайтынын? Кілемшені осындай фетрдан жасайды. Біз не қазір екеміз, мынандай ою. Қарашы, мен мынау. Ою. Мынау ою. Мынау қандай ою? Қошқа? Мүйізді ою, е? Ой, жарайсың, сен бәрін біліп тұрсың ғой. Қазір мен Адия екеміз оны жеп қоямыз да. Екеміз осындай ою қиямыз, е? Екеміз осындай ою қиямыз да, содан кейін кілемше жасаймыз. Қане, алды ақауызға қойып, қайшыны қолына алып, қайшыны қолына алып, қазір екеміз бақытты болуға лайықты. Біз қойып, не қидық біз? Ою қидық. Қазір оюды, ана кілемшені қазір оюды. Не істейміз? Кілемшені құрастырамыз, қазір оюды қайда қоямыз? Міне қара, осылай мына жерге қоямыз оюды, е? Ұшын жерге келтіреміз қазір. Осындай міне қазір әдемі кілемше істейміз. Қоя ғой. Міне осылай қоямыз қазір. Әдемі қоя қазір әдемі. Ой, жарайсың, бір таққаны менің. Жақсы істеріңіз, әдемі. Солай емес? Қалай енді? Құрастырдым. Осылай ма? Рахмет саған. Бала қандай түсін? Адиша, қандай түсін? Қандай түсін? Қандай түсін? Ой, жарайсың. Қандай әдемі кілемше шықты. Әдемі, е? Ою бағылап. Қарашы қандай әдемі кілемше. Саған рахмет. Кел маған. Рахмет саған, сен жарайсың, сен мамаға көмектестің. Ой, жасадың. Рахмет саған бұлдан менің. Мен де сені жақсы көремін бұлдан менің. Рахмет саған.